Ақтөбе Қазалы бағыты бойынша қатынайтын нөмірі 629 және 630 жолаушылар пойызы ел арасында көптен бері халық пойызы атанып келеді. Бұл бағыттағы көптеген елді мекендер үшін темір жол қатынасы аудан және облыс орталықтарымен байланыстыратын жалғыз тұрақты әрі қолжетімді көлік түрі болып отыр. Әсіресе зейнеткерлер, студенттер, көп балалы отбасылар, әлеуметтік осал санаттағы азаматтар, маусымдық жұмысшылар үшін нөмірі 629 және 630 пойызының маңызы ерекше. Ол қымбат тасымал түрлеріне балама бола отырып, халықтың қалтасына салмақ салмайтын сенімді қатынас көзі қызметін атқарып келеді. Алайда соңғы уақытта пойыздың қаржы-экономикалық көрсеткіштеріне байланысты оның қозғалысын тоқтату қаупі туындап отыр. Құрметті ағайындар, өткен жылғы 2025 жылы сәуір айында Арал Қазалы Шалқар ауданы халқының сұранысына байланысты Ақтөбе Қазалы нөмірі 629-630 пойыздар шыққан болатын. Бұл біздің өңірдің халықтың Ақтөбе мен Қызылорда облысының аудан орталықтарының арасындағы алтын көпір болды. Халықтың қатынау, әлеуметтік ахуалдарын шешуге және көптеген шараларға өте тиімді пойыз көзі болып келген еді. Енді бүгінгі таңда осы қаржыға байланысты, субсидияға байланысты осы пойызымыз тоқтап қалу жағдайында тұр. Осыған байланысты біз Қазақстан Республикасының министрі Сауранбаев Нұрлан Ермекұлына, Ақтөбе облысының әкімі Асхат Берлешұлына және Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев мырзаларға өтініш жолдаған едік. Кеше ғана мынау осы бізге жауап келіп отыр. Осы жауаптан негізгі көрсетілген тиісті өңір тұрғындарының сұранысына байланысты бұл субсидирование қарастырылуы мүмкін деп көрсетіліп отыр. Burada біздің елдігіміз, біршілігіміз ағайындар, осы петицияға дауыс беріп, мемлекет тарапынан биылда Қызылорда Ақтөбе облысы әкімшілік тарапынан субсидия жасалып, осы Ақтөбе Қазалы пойызын жүруге сұраныс жасауға шақырамыз. Онсыз да экологиялық, әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан күрделі жағдайда өмір сүріп отырған Арал өңірі тұрғындарының күнделікті тұрмысын одан әрі қиындатпауға бағытталған маңызды әлеуметтік шара болар еді. Арал экологиялық апат аймағына кіретін Арал, Қазалы және Шалқар аудандары халқы үшін нөмірі 629 және 630 пойызы жұмысқа орналасу, емделу, білім алу, әлеуметтік және мемлекеттік қызметтерге қол жеткізудің іс жүзіндегі жалғыз тұрақты әрі қолжетімді көлік қатынасы. Аталған пойыз қозғалысының тоқтатылуы бұл өңірлердегі халықтың облыс орталықтарына және өзге аймақтарға қатынауын шектеп, әлеуметтік оқшаулануды күшейтіп, мәжбүрлі көші-қонның артуына, өңірлік теңсіздіктің тереңдеуіне және әлеуметтік тұрақсыздық тәуекелдерінің өсуіне әкелуі мүмкін. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауларында ауылдық аумақтарды дамытуға, өңірлер арасындағы теңсіздікті азайтуға, халықтың өмір сүру сапасын арттыруға ерекше басымдық беріп отырғанын ескерсек, нөмірі 629 және 630 Ақтөбе Қазалы пойызын әлеуметтік маңызы бар қатынастар тізбесіне енгізу және оны субсидиялау президент жариялаған әлеуметтік және өңірлік саясаттың нақты іске асуының бір көрінісі болар еді.